Құлқын сәрден көні кеуіп оянған Инеш сәске түстен кейін де жата алмады. Түскі шайды ана жалғызына алаңдап ішіп жарытпады. Енді міне тамағы қурап, шөл қысып бара жатқаны оны ақыры орнынан тұрғызды. Сүйретіліп барып, есік алдындағы ескі сарайға кірді. Кіргені сол ескі сарайдың күлімсі иісі қолқаны қапты. Ұқыпсыз, қалай болса солай тастай салған заттар шашылып, ол әуелгіде нені іздеп келгенін ұмытып, есік аузында біршама состиып тұрып қалды. Жинаса қайтеді осыны, деп іштей келіні Зағираға кейігендей болды. Содан аяғын сүйрете басып, көзіне ыстық көрінген үлкен жез самаурынды өрмекші әбден торлап тастаған қуыстан тысқа алып шықты. Самаурынның шаңы бес елі, тіпті астының күлі де қағылмаған екен. Сусып түскен шаң аралас топырағымен ішінің күлі қоса із салып құдық басына алып барды. Одан құмғанына су толтырып, самаурынды тазалауға құдық басына қайта келді. Осы құдықта алғаш келін болып түскен жылы атасы ақысына бір тай беріп көрші Әлменбетке қалдырған еді. Атасының да Әлменбеттің де кетіп қалғанына қанша жыл. Құдық әлі сол қалпы, суы мөлдір, әрі тұщы. Қайбір жылдары үй-үйге су құбыры тартылғанда Есентай көміп тастамаққа бекінген. Сонда бұл кемпір ұлының сөзіне қарсы шығып көмдірмеген. Шешесінің сөзін қимады ма, әлде көмуге қиналды ма, Есентай құдықтың бетіне жалпақ тақтай жауып қоя салған. Ішіне ештеңе түспесін деп, Инеш та жаман камзолымен қымтап, таспен бастырып қойғанды. Құдықтың бетін ашқаны сол еді, кемпірдің әжімді жүзін салқын ілеп сипай ақ қырау шалған самайшасын жаймен талдап өткендей болды. Ал мына жез самаурын мұның жасауының алды. Шешесі Күләнда татар саудагерден аттай қалап сатып алып жасауына қосқан. Содан бірге жасасып келе жатқан еді. Тек Зағира түскелі самаурын қоюға ерінді ме, ескі сарайдан орын алған. Неге екенін қайдам, Инештің осы самаурыннан ішпесе шөлі қанбайтындай көрінді. Әрі кеудесін сүйретіп, ескі құдықтың басында тазалап отырсын мынау. Күн болса ми қайнатар ыстық. Келінге не өкпе, Есентайдың ішкен арағынан әбден мезі болып, кей шаруаны мүлде ысырып тастады. Келгелі балағынан баласы домалап, 5-6 немерені кемпірдің етегіне салды да қойды. Бірақ басынан таяқ, көзінен жас арылмаған келін бір сәт іштей аяпта кетеді. Тап өзінің жас кезіндегі көрген құқайды келінде айналып өтпеді. Инеш тірлікке сарамжал епті еді. Бірақ құрсағына Құдай Есентайды ғана берді. Зағираның тірлікке ебі де, құлқы да жоқ, бірақ құрсағы алтын болды. Айырмасы тек сол ғана. Зағира азаннан кешке дейін мектепке кетіп, кеш болғанда үйге сүрне қабына зорға жетеді. Әуелгіде ене болып тірлігіне мін тағатын. Ондайда Есентай Зағираны шаштан сүйреп, тепкінің астына алатын. Көгіла қойдай болған келін ақырында өзі әрең ұлынан арашалап алатын. Кейін әл-дәрмені кеткен соң мүлде сөйлемейтін де болды. Осының өзіне керек тірлігі ғой, мен көрме әкетемін бе, деп көз жұма қарауға да еті үйренді. Кеуана құдық басында ұзақ отырды. Жез самаурын күнге шағылысып жалт-жұлт кеткенде, бұл да өзінің аңқасы кеуіп, тілі таңдайына жабысып, аузы құрғап кеткенін сезді де, қауғамен су тарта бастады. Түбі тесік қауғаның суы құдықтан шыққанша орта бүйіріне таяп, кемпір самаурынға азын аулақ су құйып, бір шайқап төкті де, қалғанын ақтара сала жерден майда шырпы теріп әкеліп, самаурынды ұштамақ болғанда сіріңке керек екені есіне түсті. Оғанда үйге бару керек деп отырғанда, ақжемі шыққан мәсісінің қонышына немерелерінен алып қойған сіріңкені көріп, қуанып кетті. Самаурынды ұштап, тағы да ойға кетті. Келіні задында жаман қатын емес. Қолында күректей дипломы бар көрші ауылдың қызы. Әке-шешесі де момын жандар. Есентайының тоқпағына шыдап, төркінге бірде бір рет қашпағаны қуантады бұны. Елдің қатынын көріп ақ жүр ғой.
қит етсе шаш жалбырап төркінге жүгіретін. Зағираның мұғалім екенін естігенде қайнысы Торсанға жүгірген. Торсан әке шешеден тұл жетім қалып, немере ағасы яғни бұның қайнатасының үйін паналаған еті тірі пысық жігіт. Бұл келін болып түскенде тырнақтай қара бала еді. Жатсынбай бауырына басты. Маңдайынан сипап, қою көжесін алаламай беретін Инешті қайнысы да кәдімгідей пана тұтатын. Инештің қолында ер жетті, ширақтығынан оқуға түсті. Ақыры міне мектеп директоры болды. Есентайының басы екеу болып қуанғаны бар. Әрі өзі оқымаған соң мұғалім дегенді құдайдай көретіні бар. Әйтеуір Зағира осыларды бір ұшпаққа шығарар деген үлкен үміті бұны Тұрсанға құстай ұшырып алып келген. Тұрсан ішкен көжесін, жеген нанын ақтады. Өткен күндері көкейінде сайрап тұрса керек, бір сөзге келместен жұмысқа алды. Арақтан аузы болсымаған Есентайы да сонда қарауыл. Бір-біріне сеп болып, ел болып кетер деген ой мұныкі. Сол күні Инештің төбесі көкке жеткендей масаттанған. Бірақ Есентай бәрібір арағын тастай алмады. Кейде Торсанның ағалы ақылын да аяққа таптап, ұятқа қалдырып жүрді. Сонда да Торсан Инеш алдындағы ұятты бәрінен жоғары қойды. Есентайдың кей қылығын көрсе де көрмегендей сыңай танытты. Екі иығынан дем алған самаурын сықыра жөнелгенде Инеш кенет селк ете қалды. Қойған шайының әне-міне қайнап қалғанына балаша мәз болған күйі тік көтеріп алмақ болып еді. Белі кілтете қалды. Білектен де, белден де күш кеткелі қашан. Инеш ауыр күрсінді де, бүкірейген қалпы зілдей самаурынды салқылдатып, үйге әрең жеткізді. Иісі бұрқыраған құрғақ шайды уыстап алып, қою етіп демдеп, сүт қатып, дастархан басына бел жаза отыра кетті. Кеседегі күрең шай еріне тиген сол еді. Зырқыраған белді ұмытып, шекесі жазыла берді. Ыстық шай тамыр-тамырды қуалап, жан жадыратып, әп-сәтте шеміршектей қатқан қара кемпірдің буын-буын босатып, бұрқ еткізіп тер шығарды. Осы шайды аңсағалы қанша күн, діңкесі құрып, өзі шай қоя алмасын сезіп, тоқтың шайын місе тұтпай, қабағынан кіржің кетпей жүреді. Енді міне бүгінгі ширақ қимылына өзі де риза сияқты бір серпіліп, көңілі марқайып қалды. Жалғыз өзі бабы келіскен ыстық шайды сораптап ұзақ ішті. Көні қурап, аңқасы кеуіп-ақ қалған екен. Құдық суына, самаурынның шайына не жетеді деді іштей масайрап. Байдан, баладан көрмеген рақатты шайдан көрдік-ау деп, бір сәт ауыр күрсініп. Бағанағыдай емес, кәрі сүлдері жеңілдеп, маңдайынан шыққан шып-шып терді көйлегінің кең етегіне сүрте салды да тысқа шықты. Осы шай екен ғой мені құртып жүрген. Баяғыдан бері өзім осылай қойып ішсемші деген оймен есік алдындағы көлеңкеге келіп, дөңбек үстіне отыра кетті. Түс ауып, күн қызуы қайтыпты. Әлгі жалғыз осындай ми қайнатар ыстықта қайда жүр екен, тағы да ішіп жүрмесе не қылсын деген ой кемпірді тағы шырмап алды. Алма ағашынан алысқа түспейді деген рас екен. Осы Есентайдың бетінен қақпай өбектеп өсіріп, аузына барын тосты. Бірақ аузы арақтан құрғамаған әкесі Байғараның нақ көшірмесі бола қойды. Байғарадан Инеш перзент сүйгені болмаса, шекесі шалқып қызық көрмеді. Арақтың соңында құрдымға кетті. Адам қылам деп қанша сүйреледі, болмады. Ақыры ажалға беріп араша тапты. Атасы жарықтық сондай асыл кісі еді. Байғараның араққа неге үйір болғанына Инештің ақылы жетпеді. Юана сыртта өз ойымен арпалысып отырғанда шашы қобырап Зағира шықты. Қолына ұстаған орамалмен ебет-себет шашын жинай салды да енесіне естіртпей: "Мынау да жатпайды екен. Жарбиып отырсын қарашы. Шай қояйын, ана атауыңды шүкір жоқ қой тағы", деп көбірете қалды. Кіреберістен тоқ шайнекті алып, кранды ашып, су толтырып, ішке алып кіріп кетті де, артынша әлі суып үлгірмеген самаурынды алып шықты. "Сіз де қайдағын шығарады да жүреді екенсіз. Мен бір шайды қағып жүргендей, не мынау?" деп енесінің алдына діңк еткізіп тастай салды.
Ыстық су лақ етіп кемпірдің тізесіне, одан мәсісінің қонышынан сорғалай аяғына төгілді. Мәсісін шеше алмай қалбалақтаған күйде, ойпырмай, шырағым күйдірдің ғой деген кемпірдің үні аянышты естілді. Сонысы сол-ақ екен, қайдан сап ете қалған белгісіз Есентай шыға келді. Манағы көріністің бәрін сырттай көрсе керек. Келе не істерін білмей аңыраған Зағираны құлақ шекеден қойып қалды. Зағираның ащы даусы баж етіп, орамал бір жаққа, өзі бір жаққа ұшып түсті. Шашы жалбырап, қашуға ыңғайлана берген оны Есентай тырп еткізбей, басы көзіне шойын жұдырығымен төпелей берді. Зағираның бет-аузы лезде қан-жоса болып шыға келді. Аяғы шала күйген Инеш өлтіретін болдау жүгірмек деп, әлі келмесе де ара түспек болып, баласының шаужайына жармаса кетіп, шамасы келмесе де баласынан келінін қорғай берді. Шешеме не істедің сен қатын, деп аузы боқтыққа толған дәу қара ештеңеге қаратар емес. Үстінен арақ иісі мүңкіген, оған керегі де осы жанжал сияқты. Жан ұшыра қалбалақтаған бір жапырақ кемпірге Зағираға сілтеген тоқпақтай қолы кеп тигенде, кейуана мұрттай ұшып, самаурынды құшақтай қимылсыз жатып қалды. Қыңқ деп дыбыс шығаруға да дәрмен жетпеді. Тағы шудан үрке оянған үлкен немересі құстай ұшып келіп, апа деп шыңғыра құшақтай алғанда ғана мойысыл кілт тоқтады. Қимылсыз кемпірдің басынан аққан қара қан самаурында айғыздай жерге тырс-тырс тамып жатыр екен. Зағира апа деп баж ете қалды. Апам өліп қалды ма? Сіз өлтірдіңіз бе? Апа көзіңді ашшы, апа маған қарашы деп немересі аңырай жөнелгенде Есентай сілейіп тұрып қалды. Артынша шүйкедей кемпірді жерден түк көтеріп алғанда кемпір әлсіз ғана демалды да үзіліп кетті. Аяқтарынан жан кете дірілдеп, қара жерге қос тізерлеп отыра кеткен маскүнем ұл есін жиғандай анасын қапсыра құшақтаған күйі өкіріп қоя берді. Аулаға біртіндеп көрші қолаң жиналып қалды. Бәрі үрпейісіп, Есентайға жақындауға батпай, әр тұстан әйелдер дауыс сала бастады. Мастығы тарқаған Есентай анасының жансыз денесін алып құшағынан босатпаған қалпы, бір айтқан сөзін мың қайталап өзегін ит тырнап, кешірім сұрап өкіре берді. Содан бері біраз жыл өтті. Күнде жез самаурынды жалтырата тазалап, Зағира шай қояды. Есентай сол бір жылдан кейін аузынан мүлдем алмайтын болған. Қайта Зағираға жылтақтап, шай қоюын жиі өтінетін болды. Тұңғыш жылдары алдағы айда келін әкелмек. Соның тірлігіне Зағира әрбір шапқылап әуре. Есентай ішуді қойғалы, үйге береке мен жылу кіргендей. Енді келін келсе, арғысы шешесіне арнап ас беру көптен ойында жүр.